Бірде сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллахты жақсы көру туралы және дін туралы әңгімелесіп отырған, және де басқа қайырлы отырыстарды, әрине отырыстың ең қайырлысы не? Ол әлемдердің Раббысын ұлықтаған отырыс. Сондай отырыстарды көрген кезде періштелердің өзі қызығып қарайтындығы туралы айтады. Әлгі періштелерді тауфун періштелері дейді. Аллаху тағаланың жер бетінде жүретін періштелері әлгі тауфун періштелері. Дін туралы әңгімелесіп отырған бір жамағатты көрген кезде достарын шақырып былай дейді. Бір-бірлерін шақырып, келіңдер, іздегеніміз мына жерде екен. Сөйтіп барлығы келіп, оларды мейіріммен қоршап алады дейді. Олардың көпшілігі соншалықты көкке дейін жететіндігін айтады. Құлдарының әрбір ісін білуші Аллаху тағала әлгі періштелерінен сұрайды дейді, біле тұра. Аллаху тағала әл-алим, Алла бәрін білуші, өте білімді. Құлдарың не істеп жатқан еді дейді. Сонда періштелер, олар саған шүкір етіп, тәсбих айтып, зікір етіп жатқан еді. Менен не сұрап жатыр дейді. Жәннатты сұрап жатыр, я Раббым. Олар жәннатымды көрген ба дейді. Жоқ, көрмеген. Егер көргенде не істейтін еді? Жәннатты көргенде одан да көп сұрайтын еді. Олар неден қашып жатыр дейді. Тозақ отынан. Тозақ отын көрген ба? Жоқ, көрмеген. Расында да біз жәннатты да тозақты да көрмегенбіз, бірақ иман етеміз. Сөйтіп, егер көргенде не істейтін еді? Егер оны көргенде одан да қатты қорқатын еді дейді. Сонда Аллаху тағала, ей періштелерім, сендер куә болыңдар, мен оларды кешірдім дейді. Сонда періштелер олардың арасындағы біреуі ілім үйрену немесе ғибадат ниетімен емес, басқа бір мәселемен келген еді. Ол да кешіріле ма, я Раббым деп сұрағанда, Аллаху тағала былай дейді. Олар сондай бір жамағат, олармен отырған адам шақи, яғни тозақтық болмайды, жаһаннаммен азапталмайды, жаһаннамға кірмейді дейді. Бұдан түйетініміз, періштелер де қызығып қарайтын, құлдардың қатарында болу үшін қайырлы отырыстарда Алланы зікір ететін, жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыятын орталардан табылу керек екенбіз.